Жарығын жарқыратып кеп тоқтай қалған машинаның көк жолағына көз түсіп кетті. Жүрегі тас төбесіне шыққаны. Қалай жалт бұрылып қаша жөнелгенін өзі де білмейді. Тал теректердің арасына сүңгіп ышқына безді. Екі өкпесі екі қолында. Күнде өздері шиырлап жүрген көзтаныс жықпыл ғой. Сонда да болса сүрініп кетіп етпетінен түсе жаздағаны. Кинотеатр сыртындағы қалың ағашқа аяқ іліктірген бойда тізерлеп отыра кетті. Алқынып қалыпты. Келген жағына алақ-жұлақ көз салып қойды. Соңына ешкім түспеген тәрізді. Тым-тырыс қол-аяғы дірілдеп бара жатқанын сонда ғана аңғарған. Төрт тағандап жылжып кәрі қатар талдың түбіне жетті. Осы полициядан жаман қорқады. Зәрес зәр түбіне кетеді. Олар адам емес сияқты. Құйрығымен жер сабалап тап беретін жалмауыз крокодил сияқты. Сояудай тісін ақситып жерді дүрсілдетіп жетіп келетін. Қазақша сөйлейтін крокодилдер. Өздері болса олардың аузына лақтырылған қауқарсыз қорқақ көжектен аумайды. Крокодил шіркін көжекті тістеп ойнай ма, аунатып ойнай ма, керек десе парша-паршасын шығарып шайнап-шайнап жеп қоя ма, өздері біледі. Осы жазда жоқ, жаз енді шыққан кез. Соны ойласа жүрек дірілін баса алмайды. Жанында екі қыз, кинотеатр жақ беттегі абажадай шамы жарқыраған әйдік бағанның түбіне әрінен айтып клиент күтіп тұрған. Қапелінде құйғытып кеп тоқтай қалған машинаның көк жолағын кеш аңғарыпты. Көліктен секіріп-секіріп түскен қос сержант бұларға тап берсін. Жалтарып кетуге де үлгертпеді. Тырыстырып киген мини юбкамен қашу қайда? Адымын аштырмады. Содан бері көшеге мини юбка киіп шығуды қойған. Көк жолақты машина аудандық полиция бөлімшесіне екпіндеп келіп тоқтады. Шұбар бет капитанның көзіне крокодил боп көрінген сонда. Өзі болса да үркек көжек қой. Іші мұп-мұздай боп, қолқа жүрегі қалтырап ала жөнелді. Бұлардың қарсы алған капитан крокодил міз баққан жоқ. Көздерімен жер шұқып тықшия қалған үшеуін ішіп жеп бас аяғын тінти қарап, бір уақ отырды да документіңді әкел деп барқ етті. Шетте тұрған бұған бұйырып, жоғалтып алғам. Даусы жердің астынан шыққандай өлімсіреп естілді. Өтірік айтасың, кім атың? Шолпан деді тұтығып. Шын атыңды айт, шын атым. Өтірік айтасың, сенбеймін. Көшеде неғып жүрсің? Айт, неғып жүрсің? Жай, қыдырып, бұның сөзін кекесімен қайталады. Өңкей өтірікші, түнде адам жай қыдырама. Түнде көшеде проститутка ғана жүреді. Үндей алмады. Не десін, біліп тұр. 15 күнге бич приемникке қамаймын. Ағатай, көзінің жасын көлдетіп жыла жіберді. Ағатай, аяңызшы. Ағатай, не? Аяңызшы, мені кім аяйды сонда? Мен түнімен жұмыс істеймін, ал сен қыдырасың. Бич приемникті білесің бе не екенін? Бич приемникте жатып шыққан қыздың әңгімесі есінде. Қорқып зәресі ұшқан содан. Капитанның жоқ, крокодилдің шұбар беті көзіне бұлдырап әрең шалынған. Бұрын не жұмыс істедің? Айт. Мектепте, деді өксігін әрең басып. Мүмкін тәрбие завучы болған шығарсың. Басын шайқады. Енді не? Әннен сабақ бердім ағатай. Әншімін де, бәсе. Басын шайқап қойды. Әй сендер, сержанттарға айқай салды. Анау-мынау емес, ұстағандарың әнші екен деді, мысқылдап. Әнші болсаң онда ән саласың деді. Енді бұған бөкпен бетін бұрып. Босаттым сосын, шын сөзім. Капитан өтірік айтпайды. Қане баста. Көзі жыпылықтап қатты дағдарған. Ал баста. Босатам. Аспанға қараймыңды айт. Қайтерін білмей буылға бөгелді. Айта сал Шолпан деді. Жанында тұрған Райхан сыбырлап. Қоя берем деп тұр ғой. Қане бастай ғой деді. Капитан бұл жолы жылы сөйлеп. Аспанға қараймын. Дір-дір еткен ерні жуыспады. Көңілді айт, міне былай. Барқырап өзі шырқап кетті. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын деп қосылды Шолпан, даусы қалтырап, іші удай ашып бара жатты. Көзінен ытқып-ытқып жас парлады. Сен жоқсың арайлым деп жалғадағы капитан бөлмені басына көтеріп, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Тас еденге өкшесін қадап, тарсыл-тұрсыл биге кіріскен шұбар беттің түрі жаман. Мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Браво деді ән аяқталған соң қышқырып. Ағай енді жіберіңізші. Жібересіз бе деді. Кемсеңдеп әрең сөйлейді. Жіберем. Капитан екі айтпайды. Кісі аяғы басылсын. Бізді де тексеретіндер көп. Анда барып отыра тұрыңдар деп дәліздің түкпір жағына қарай иек қақты. Сержант апарыналарды. Сержант үшеуін 3 камераға бөліп қамады. Кетіп бара жатып, қорықпаңдар, қазір босатады деді жұбатып. Көп күттірген жоқ. Есіктің сықыры естілді. Капитан екен. Крокодилға жемтігінің әлсіз бұлқынғаны қызық сірә. Бірден қылықтып жібермей, жанына жақын отырып,
ап-ауыр қолын иығына салды. Түннің бір уағында мылжа-мылжа болған бөксесін әрең итеріп, жалдамалы пәтеріне қарай сүйретіліп кетіп бара жатты. Таң бозарып атқанша көзінен жас тыйылмады. Сосын ұйысып өскен қалың ағаштың қараңғы түкпірінен біреудің бері беттеген аяқ дыбысы құлағына шалынғанда жүрегі тарсылдап кетті. Жанарына жас толып шыға келіпті. Төңірек түк көрінбей толқып ала жөнелді. Ойына бірден түскені Зарина айта беретін әлгілер наша шегетін қояншықтар. Зарина көрген олардың көресінді. Қолына бір түспе, түссең тындым дей бер деп, өлгеніне қарамайды деп көзінің жасы көл болып жеткен бірде. Әлі құрып отырған орнынан қозғала алмады. Кәрі қараталдың қожыр-қожыр діңіне жабыса түсті. Ана болса ат көпір жапырақты сылып-сылып кешіп бері салып келеді. Одан арғын ойлауға дәті бармай, іші жидіп бүкшие берген. Бір сәт аяқ дыбысы сап тыйылып, төңіршіктің қалсын. Қараса, тайыншадай төбет қарсы алдында тұр. Дорбадай тұмсығын көкке көтеріп, маңқия қарайды. Құлағы жырым-жырым, езуі тілім-тілім, төбе шаш тік тұрды. Иегіне ие бола алмай, тісі тісіне тиіп, сақалдап барады. Көзін айралсашы, арс етіп бас салар сәтін зәресі қалмай күткені. О тоба, бір қараса төбе шіркін бұрылып алып жөнеліп бара жатыр. Артқы ақсақ аяғы жапырақ шашып шойнаң-шойнаң. Тамағына кептеліп тұрған қалған түйін лезде тарқатылып, солқылдап жылап жіберді. Ұзақ жылады. Көзінің жасы таусылып, өксігі басылған соң ғана сүйретіліп орнынан тұрды. Үсті басына жабысқан шөп шаламды керенау қағып кинотеатрды айналып өтеп, жалғыз аяқ бетон соқпақты тапқан. Көше тым-тырыс, машина сиреген, адам қарасы байқалмайды. Сәлималар қайда екен? Телефон шалмақ болып бір оқталды да, қолына алған тұтқаны қалтасына қайда салды. Жатқан шығар біреумен. Көңілі жабырқап сала берген. Ылғи осылай. Сонда да ештеңе ойламауға тырысты. Кейбір қыздардың мүдағасы жоқ. Жандай жайран қағып жүретіне таң қалушы еді. Енді өзінің де соған бой үйрене бастаған. Қабағынан қар жауып түнеріп тұрған қызға жігіт жолай ма? Еркек атауының есін алып, қапелімде шабынтып қоятын қай ұрғаштың да күлімдеген көзі ғой. Әйтпесе ұрғашыдан ұрғашының артық жер қайсы. Нәпсісін ауыздықтай алмайтын еркектерді болса да жек көрді. Сондай өзімшіл олар. Өзіне келгенде олардан өткен өлермен жоқ. Күйті келген бураша, ойындағысын орында болжасын рахаттана таптап, бітіремейінше тағат таппайды жексұрындар. Олар үшін сен адам емессің. Ақшаға сатып алған тірі ойыншықсың. Әр ретте қирап қайтатын содан. Бір қайран қалатыны, өзге дүниені ұмытып, өліп өшкен немелер үстіңнен аунап түскен бойда жаңағы бұзып жарған арыннан жұрдай болып шыға келетіні. Жынынан айырылып, молда болып омалып қалады. Олардың бозарған көздерінен сол кезде өкінішті ғана көресің. Соңғы кезде кинотеатрдың қарсы бетіндегі жазды кафеден арзан арақ алып шетін әдет тапқан. Жер боп тапталған көңілін солай аулайды. Осы жаңа ғана бес бересі, алты аласы жоқ бұрын соңды танымайтын адаммен жаны қаламай тұрса да тақым түйістірген жиіркенішті сәтін аз уақытта болса да ұмыттыратын осы кафе. Не ішесің? Шай әкелейін бе деді. Жанына жетіп келген даяшы қыз. Ал жапқышының кең қалтасынан суырған қағаз қаламын оңтайлап. Арақ әкелші, 200 грамм. Сосын тани әкелейін. Сосын болды, бір бәліш қоса салшы. Арақ құйып әкелуге кеткен даяшы қызды күтіп отырып, көше жағалай өскен тал теректің күз деміне тоналып, азып тозған кейпіне назар ауды. Жырым-жырым боп сарғайып тозған дертті жапырақтар желге ұшып, бей-берекет шашылып жатыр. Осында алғаш келгенде дақ түспеген балғын жапырақтар да жап-жасыл боп жайнап тұратын. Оңаша жалғыз қалғанда ойлап кетсе, күнде бір оқиғамен жазды да таусыпты. Жаздан соң түскен мына күз тағы қандай теперіш көрсетер екен? Ойлағысы келмейді. Ойлап қайтеді. Өзгертетін не бар содан? Бүгін қалай болса ертеңде солай. Өз талай рет таланды. Өзгенде қан қақсатқан кезі көп. Ондайға еті өліп кеткен. Өшіп жалғыз жарым жаяулатып жететін жуас жігіттерден алады. Масаң болса тіпті алақай. Әуелі ақшасын алып, дайын таксимен пәтерге бастайсың. Қайдағы бір құдай атқан қалтарысы көп қараңғы көшеге апарасың да, өзің түспей, әуелі әлгіні түсіріп тастап, өзің сол келген таксимен қайқайып бір берерсің. Нәпсінің дегенін қылып ақыл есінен айырылып келген әлгі албасты солайша қараңғыны қармалап қала береді. Не болмаған бұл жерде, бәрі болған. Даяшы қыз үстел үстіне мойнын қылқитып графин әкеліп қойды. Шолпан оның қылқиған мойнынан қысып ұстап, стақанға толтыра арақ құйды. Түбіне үңіліп сәл отырды да, екі саусағына қыстырған стақанды еріне тигізді. Танауын тыржитып басын шайқады. Содан соң ғана біреу зорлап қоймағандай сыздықтатып іше бастады.
көкірегі кеңейіп, колледж бітірген кезін ойлағысы кеп кетсін. Қандай күшті сол кез. Қазіргі өмірі күндіз теміржол бекеті маңындағы індеге-шиндеге үйлерде тығылып жатып, түн баласы көшеге өріп шығатын қыздарға ілескен қазіргі өмірі. Тіршілігі қас қарая басталып, қараңғыда көп жұрт қасынба жарықты да жатырқайтын болған. Күллі дүние тек қара бояудан ғана тұратын сияқтанды содан бекен. Қазіргі өмірінің суретін салу қажет болса, аппақ парақты қазанның түп күйесімен баттастыра салда жетіп жатыр. Ақты қарамен бояу қандай тез, түк қиын емес. Екінші стақанды бұл жол үстел үстінен асығыс жұлып алып, шімірікпестен сіміріп салды. Кафеден шыққанда байқағаны көшенің қап-қараңғы екені. Шам атаулы түгел өшілген. Өшсе өшсін, дүниенің жарығы неге тегіс өшіп қалмайды маған десе. Аялдама жанында қарауытып такси тұр. Таныс такси. Анада өзін орыс клиент алғанда қонақ үйге жеткізіп салған. Тағы қанша мініп еді, ұмытыпты. Әйтеуір бірер мәрте отырған. Бұлай жаман кісі емес. Әне бір жыламықай таксист сияқты аузына келген ноттап мазаңдалмайды. Ағай деді, терезеге жүзін тақап. Қайда барасың? Танымай қалдыңыз ба? Такси таныс. Қарасам сіз. Қайдан көргенімді ұмытып тұрғанмын. Шынымен танымадыңыз ба? Еркінси сөйлеп ішке басын сұқты. Есіме түспей, онда да осы арада тұр едіңіз. Кәпірмен жатқанша асылып өлгенің жақсы деп ұрсып едіңіз ғой деп, машинаға баса көктеп отырып жатып. Тізем талып кетті ғой. Сәл демалып алайыншы. Темекі шексе бола ма? Болмайды деп тыйып тастады таксиші. Өртейсің, адал ақша тауып жүрген жалғыз көлігім. Қойыңызша, сонда біз ғой арам ақша тауып жүрген. Сіз білмейсіз менің жағдайымды. Қалай білмеймін, білем. Жұмыс жоқ, ақша жоқ, сылтау сол. Басқа не? Бәрібір түсінбейсіз деді. Терезеден әлдеқайда тесіле қарап отырып. Жазықсыз сотталды. Күйеуімді айтам, 17 жылға. Жақ болып төбелескен ғой. Біреу өлген екен. Соны Мараттың мойнына іліп жіберді. Күйеуім ғой. Сосын түрме. Мені жұмыстан қысқартты. Атам директорге өгізше шайбат етіп мектепке тұрғызып еді. Директорге берем деген өгізше сотқа бұйырды. Сосын директор қайтсын мені сылтау тауып лақтыра салды. Не күйеу жоқ, не жұмыс жоқ. Қалдық солай. Белгілі история деді таксиші мырс етіп. Шолпан оның бұл сөзіне ренжіп, үнсіз отырып қалды. Бұларға айт не айтпа не, бәрібір бір сорт. Аудандық білім бөлімінен беті қайтып, жабығып шыққан еді. Станция басында Зарина ұшыраса кеткені, оқуға бірге барып түсе алмай қалған қыз. Бірінші емтиханынан ақ тоңқалаң асқан. Алматы жаққа кеткенін біледі. Кейінгі тіршілігінен хабарсыз. Алматыда жұмыс бар ма деді. Сыр тартып, табылады деді жымың-жымың күліп Зарина. Барасың ба? Алматы көрмеген қаласы. Келді көрді. Ал енді не істейміз деп сұрады. Құрбы қызға үміттене қарап. Сенерде, сүйенерде жалғыз Зарина. Қайдан білейін, іздеп көр. Қайдан іздейді, қалай іздейді, білмейді. Зарина болса кеш түсе аттанып бара жатады да, түн ауа сүлелеп шаршап оралады. Ақша келеді. Не жұмыс істеп жүрсің деп қызға сұрайды бұл. Түнгі жұмыс, табылса тайынбақ емес. Соны сен білмей-ақ қойшы, айтсай, кейін деп тайсақтайды Зарина. Бірде түнгі жұмысынан көңілі оралды, әндетіп жүр. Аузынан арақ есімін күйді. Менің не істеп жүргенімді білгін келеме Шолпан деді. Орындық арқалығынан қармай ұстап тұрып. Айтайын, шай әкел әуелі. Ал айт дейді бұл шайнекті үстел үстіне қойып жатып. Жұмыс вокзалда. Ал айттым. Қандай жұмыс деп сұрамайсың ба? Иә, қандай, сауда істеймін. Не сатасың сонда? Мына өзімді сатам деп көкірегін сұқ саусағымен нығырлап, нұқып қойды. Басқа не бар менде сататын? Сенер сенбесін білмей Зарина аңтарыла қараған. Сенейін десе санасына симайды. Сенбейін десе, ақша тапқың келе ме? Ақша тапқың келсе ер соңымнан. Апарам. Маған қарағанда жастаусың, әдемілеусің, өтемдісің, фигураң қандай. Заринаны жаңа танығандай көзі бақырай бүркіп тұр. Ақыр қыз емессің. Марат келем дегенше 40-тағы қатын боласың. Сонда ойла, аштан өлсем де бармаспын ондайға. Шолпан орнынан қарғып тұрды. Сен не? Сонда мені сондайға алып келдің бе? Сондай деп ойладың ба мені? Жоқ. Жолыма ақша бер, қарызға. Кетем, ауылға қайтам. Қайтсаң қайт, ерік білсін. Бір тиын ақшам жоқ саған беретін деді Зарина жайбарақат сөйлеп. Бір түн шық, бұлай ақша табасың. Сосын қайта бер. Әй қатын-ай, бірақ мен айтып қойма ауылға. Шолпан киім кешегін сөмкесіне асығыс салып, үйден шыға жөнелді. Алдап әкелген Заринаға да алданып келген. Өзіне де реніш шығатты. Теміржол бекетінде түнде де тыным жоқ. Ерсілі-қарсылы жосылған пойыз. Соның біреуінен тізе бүгіп қана отырып баратын қуыс табылатын шығар деген дәмесі зор. Табанынан тозып, жолсеріктен жолсерік қалдырмай жалынып жалбарынғаны
зая кеткенде еңіреп жылап жібере жаздаған. Кешкірім ұнжырғасы түсіп, қайда барарын білмей бекет басында ілмейіп тұр еді. Зарина тап болды. Мә, әлі жүрсің бе? Қайта алмай? Сен қыз ауыш болма, тілімді ал. Мен қазір деп әлдеқайда асықты. Жөнеле беріп саусағын безеп қойды. Тұр осы арада, тырп етпе. Зымырап жоғалып көп ұзамай ентігіп жеткен. Жүр тез деп асықтырды. Крупный клиент, қорықпа, өзім қатырам. Еш шидырмай жетелеп ала жөнелген. Барсам барайын деген ойға кетті Шолпан. Жолға жететін ақша берсе, тек бір мәрте, жалғыз мәрте ғана. Таксимен азғытып отырып сән-салтанатты келіскен зәулім қонақ үйге тұмсық тіреді. Сақалын дөңгелете сәндеп қиған ұлты бөтен шал адам асықпай костюмін шешіп, үркіп тұрған бұны бауырына тартты, шашынан сипап, қоңқақ тұмсығын тақығанда құлағына шаян кіріп кетердей тітіркенген. Үрей мен ұят екі жақтан қамап өртеніп барады. У жалағандай ашыған іші ыза мен шарасыздыққа толы. Не бойся, голубка, сегодня мой день рождения, 70 лет исполнилось. Мой младшие братья в качестве подарка привели ко мне тебя. А традиции не позволяет отказаться от подарков, деді ол, шегір көзін қадап. Одан арыға бармады, тиіспеді. Таңертең қонақ үйдің ұзына шұбақ дәліздің арғы басынан Заринаның басы қылтиды. Қалай деп сұрап қояды жолда. Сұрағына жауап күтпейді. Бұның тілі кесіліп, естен тана шаншылып келе жатқанын жақсы біледі. Ақшамды бер, деді бұл. Әлден уақытта ұйқысынан шошып оянғандай бас салып. Пойызға билет алам. Бұл ақша жоқ саған, неше күн тегін асырадым. Тағы бір түн шығасың, сол ақша сенікі. Заринаны жек көріп кетті. Жек көрсе де сүйек дәметкен күшіктей соңынан салпақтап ере беруге мәжбүр. Көнбеске шарасы қайсы. Екінші түн кезіккені жап-жас сүйкімді жігітті өрек емес. Сүйген қызын аялағанда еркелете өпкені ішін жылытқан. Бір мезет жігіт құшағында көмілген қалпы қалғи бастаған екен. Жалаңа шанарын аялай үйпай, 62 тамырына от тамызып тұла бойын қорғасындай балқытып әкетіп бара жатқан өзінің Мараты ғой деп түйсінгені. Тасқын селдей ақтарылған от жалының шарпуы тәніне ұнап, жанына жағып барады. Осы аңсардан айырылып қалғысы келмегенде-ақ жігітті тас қылып құшақтап алыпты. Екі көзінен тамшылаған ыстық жасты тоқтау болсашы, сағынышын, өкпесін, мұңын, бәрін осынысымен білдіріп жатыр. Кетесің бе тағы, дейді, ұйқысыраған күйі бұлдырлап сөйлеп. Кетпеш, тастамаш мені, ала кетші, бірге барам. Қалмаймын сенен, сүйем сені. Сен де сүйесің ғой. Айтшы, сүйемдеші. Марат жауап қайтпады. Үнсіз, неге үндемейсің? Селт етіп есін жиып алса, ләззаттың тәттіуін таттырып жатқан өзінің Марат емес, атын да затын да білмейтін мүлдем бөтен біреу. Бөтен біреу болса да, әлгі бір сезім жүрегін ауық-ауық қытықтай берді. Мынау түндегі жұмысыңа деп, Зарина алдында тұтас 10 мыңдықты тастай салғанда, біресе сол сезімге шідірленіп, біресе өзінен өзі үркіп, әрі-сәрі жұмбақ күй кешіп отыр еді. Ақшаға қолын созар созбасын білмей, бір сәтте аңтарылды. Заринаның сезім-пезіммен шаруасы қанша? Әй қатынай, маған серік боп, әлде жүре тұрсаң болатын еді ғой. Үгіттей бастаған. Немене, бір түнде осынша ақша табар медің ауылда? Шолпан тұтас 10 мыңдықты алақанына қысып ұстап, оның сөзіне құлақ салмай заттарын жинастыра бастады. Айтқан тілді алмадың-ау, кел онда. Айырылысар алдында шампанский ішіктеп керует астынан нәм бөтелке алып жатып, мен немене жетіскеннен жүр деймісің вокзалда? Жоқ, осы Заринаны шын аяды ма? Ұсынған бокалын кері қайтара алмады. Пойызға билет алатын ойлап қуанғаны да бар. Бокалды басына бірақ көтерді. Шара буыты тұла бойына жайылған сайын кеше түн сезінген сағыныш санасын шырмай берді. Өзінің осы қылығына өзі қайран. Атаңның басына күліп отырсың ба сен қыз деген. Заринаның кейіген сөзіне елеген де жоқ. Үшінші түн кездескені, алайда ол болмай шықты. Төртінші, бесінші, одан кейін де аспанға ұшып кеткендей ұшты күйлі жоғалған. Бірінші Алматы жақ осы деп ренжіген таксиші ойын бөліп жіберді. Центрге қарай клиент шығуы қиын. Шолпан тіл қатпады. Рұқсат сұрамай-ақ бықсытып шылым тұтытып жатыр. Қырсық шалған күн болды деді сосын күбірлеп. Таксиші оған көзін көлденең тастап иек қақты. Тағы не? Полициядан қорқып талдың арасына тығылдым да отырдым. Значит, басқа жұмыс табу керек. Не жұмыс бар мен істейтін? Базарға бар, сауда қыл. Сауда? Қорқам саудадан. Жұрт істеп жүр ғой. Қанша ақша керек екен оған? 200 мыңдай жетіп қалар. Банкрот болып қалсам қайтем? Онда қайтып келетін жерің тұр ғой. Әлі біраз жүре тұратын шығармын. Жас өміріңді қорғылып па? Өмір қатырасыз. Мен баяғы мұғалім Шолпан емеспін. Мен басқа жезекші Шолпанмын. Өмірден өз орын таба алмаған. Қой айтпа үйтіп. Енді маған бәрібір. Торығып қолын сілтей салды.
оң жақ беттегі жыпырлаған жер үйлер арасынан қараңдаған біреу бері беттеп келді де күткен біреуді бардай сексиіп тұрып қалды. Жүргінші ме деп үміттенген таксишінің жағып сөндірген жарығына шағылған жүзінен көше бикештерінің бір екені аңғарылды. Өлә, Шолпанның даусы оқыс шықты. Айман ғой мынау. Кім ол? Айман деген әпкем, шелек жаққа тұрмысқа шыққан әпкем. Масқара, о да осында ма не? Әпкең болса шақыр бері. Қалай шақырам, ят қой. Ятың кеп қалды, шақыр. Әне, ол да жалғызсырап тұр, қорқып тұр. Таксишіге бір көше бойлап, теңселген әпкесіне бір қарап, ес шыққан Шолпанда өң жоқ. Теміржол бекеті жақтан бір машина жылжып келіп, Айманның тұсына тізгін тартты. Көліктен түскен жігітпен Айманның сөйлескен дауыстары құлаққа еміс-еміс естіледі. 1 сағатқа 5 мың, 3 мың, жоқ 5. Давай, анау шап беріп Айманның қолын қайырып, көлікке қарай тыпырлатып сүйрелей жөнелді. Тиісіп атыр, деді Шолпан үрейленіп. Шыдамай тысқа атып шықты. Әй деп айқайлап қалды. Тиіспе оған. Даусы шырақшақтанып естілді. Тиіспе, полиция шақырам. Анау қалт тұра қалып Айманды тастай сала көлікке сүңгіді. Айман, деді дауыстады Шолпан. Бері кел. Бикеш өзін құтқарып қалғандарға қарай емпеңдей жүгірді. Шолпанбысың? Мен ғой, мен. Отыр таксиге. Неғып жүрсің? Жеті қараңғы түнде. Өзің неғып жүрсің? Екеуі де сұраққа жауап таппағандай мұрындарын шып-шып тарта берген. Таксиші екі қызды оңаша тастап тысқа шығып кетті. Мына кісім кім, деді Айман. Сәлден соң есін жиып. Таныс таксист. Шолпанның қыстыққан даусы әрең естілді. Жаңа кафеден шықтым, жұмыстан. Мен де кафедемін. Ыдыс жуам. Қай кафе? Ана жақта, дей салды Айман, иегімен сырт жағын меңзеп. Алматыға қашан келдің? 1 апта болды. Ауыл аман ба? Аман ғой. Осыдан соң екеуінің де сөзі таусылып тым-тырыс болып қалды. Қараңдаған екеу көшені қиғаштай кесіп өтіп, бері беттеп келеді екен. Тыста сексиіп тұрған таксишіге жақын келіп, такси ма деді. Иә, такси керек пе? Қыз керек еді. Әні, отыр екеуі, бар да сөйлес. Біреу терезеден үңіліп, қыздар халдерін қалай деді. Халдің несін сұрайсың дегенде екі қыз жорықшы жігіттерді жақтырмай жаутаң-жаутаң қарасты. Саунаға заказ беріп қойып едік. Жүріңдер, қанша дейсіңдер, алдын ала төлейміз, деді. Екіншісі сөзге араласып. Қыздар үрпиісіп бір-біріне жабыса түсті. Үн қатпады. Неге үндемейсіңдер, қорқып отырсыңдар ма? Қорықпаңдар. Біз екеуміз ғанамыз. Басқа ешкім жоқ. Шолпан оның даусынан таныды. Әне бір кезде өзінің Мараты боп елестеп, сағыныш шырының таңдайына тамызып кеткен баяғы жігіт. Содан бері 5 ай, жоқ 6 ай уақыт өтіпті. Ұшты күйлі жоғалып кетіп еді. Кеудесі алай түлей. Жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Өзінің әркімге бір сатылатын мүлік емес, сүюге жаралған әйел затынан екендігін сезді. Аузына сөз түспеді. Көзінен көзін ала алмай қарап қалыпты. Кенет Айман оларға өшіге қарап, құрыңдар әрі деп долдана бақырып қалды. Содан соң сіңілсін бауырына басып, ботадай боздап жылап жіберді. Әңгіменің соңы.